Халық әртісі Роза Рымбаева өмірінде жылайтын күндердің көп болатынын жасырмады. Көңіліне қаяу түсірген күндердің артта қалғанына қарамастан, қазірдің өзінде ішінің жылап отырғанын айтады. Жылаған сәттерді халыққа көрсете берудің қажеті жоқ. Кейінгі кезде сіңілім ауырып, ракқа шалдыққаны белгілі болды. Миына ота жасалып, бір өлімнен аман қалды. Сол отаны жасап жатқан кезде анам қайтыс болды. Таңертең ояна ма, оянбай ма деген сұрақ туындады. Сіңілім креслода отырып немесе жатып қалса, не боламыз? Өзімде күйеуім мен бала шағасы болса да өз қолыма аламын. Ал күйеуіне өзінің жағдайын өзі жасасын деп айтамын деген шешімге де келіп қойдым. Үйімде оған арналған бір бос бөлме бар. Көздің жасы сорғалады. Құдайдың маған берген емтиханы шығар деп ойладым дейді әнші. Әрі қарай ол өзіне ұлының үлкен қолдау көрсеткенін айтты. Әли Оқапов оған көз жаспен еш нәрсе өзгертуге болмайтынын айтып, жыламауға кеңес берген. Әли мама, көз жасымен ешкімге көмектесе алмайсың. Не де болса көреміз, жылама деп басу айтты. Содан кейін тұрып киініп, жуынып, тағы да сол ауруханаға қарай жүгірдім. Таңғы 6-да анамның қайтыс болғаны туралы хабар келіп, сол жаққа қарай бет алдым. Ол кез 1 сәуір дүйсенбі болатын. Қар аралас жаңбыр құйып тұрды. Содан жылқы іздегенімді білемін. Елдің барлығы үйге келіп жылап көрісіп жатса, мен базарлардың бәрін аралап жылқы іздеп жүрдім. Себебі дүйсенбі күні базар істемейді дейді ол. Сондай-ақ әнші арада қанша күн өтсе де, мұндай ауыр сәттердің мәңгі жадында қалатынын айтты. Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева жеке өмірі туралы сұхбат бере отырып, көзіне жас алды. Әнші 19 жыл бойы күйеуі Тасқын Оқаповты сағынып жүргенін ашық айтты. Роза Қуанышқызы болашағына сенімсіздік танытып, қос ұлының тегін де ауыстырып тастаған екен. Бұл туралы әнші Бақытты әйел бағдарламасында журналист Мақпал Қаратайқызына берген сұхбатында ашық баяндады. Мен шығармашылық үшін жеке өмірімді құрбан еттім. Менің осындай деңгейге көтерілуіме жолдасым Тасқын Оқапов үлкен еңбек сіңірді. Соның арқасында халық әртісі деген атақ алдым. Мақсатым осы атақты алу болды деп айта алмаймын. Сол үлкен еңбектің арқасында жеткен жетістігім ретінде көрсетемін. Тұңғышым Әлиді 33 жасымда дүниеге әкелдім. Мәдиді 9 жылдан кейін босандым. Бұл жерде мен әртістігімді көтерейін деп жүріп қалған жоқпын. Денсаулығымда да аздап мәселелер болған еді. Әлиден кейін бірнеше баланы қатарынан босанғанымда мұндай жетістікке жетпес пе едім. Кім білсін? Құдай осындай екі ұл берді. Шынымды айтсам, әншіліктен де ана ретінде бақыттымын дейді Роза Рымбаева. Роза Қуанышқызы көзі тірісінде күйеуін талай мәрте ренжітіп алғанын да жасырмады. Әрине қазір күйеуімді сағынамын. Жасым келген сайын ол кісіні сағынып келемін. Уақыт өткен сайын маған қандай адамның жетіспейтінін байқап жүрмін. Мені қойшы, Әли мен Мәдиге жетіспейді. Жігіт болған кезде, қалыңдық әкелетін кезде, ақылдасар әкесін іздеген кезде, мен жесір әйел ретінде мұндай жағдайды мен ерекше түсінемін. Жасым ұлғайған сайын сағынышым өсіп келеді. Кейде ойлаймын, осы мен депрессияға кіріп кетпесем екен деп. Отбасы болғаннан кейін ренжіткен сәттерімде болды. Шығармашылықта талай тартыстық. Мен өзімдікін дұрыс деп қайтпайтынмын. Жеке өмірде де ыдыс аяқ сылдырламады деп айта алмаймын. Ол кезде өмір сүруде оңай емес еді. Мынандай молшылық жоқ еді. Қазір не? Кез келген адам бір клип түсіріп, жұлдыз болып шыға келеді дейді Роза Рымбаева. Қазақстанның жарық жұлдызы ұлдарын өзінің тегіне өткізген себебінде түсіндірді. Екі ұлым әкесіз қалған кезде менде үлкен қорқыныш болды. Мен жыл бойы сапарда жүремін. Маған бірдеме болып кетсе, бұлар қайтеді деген қорқыныш болды. Содан тым құрыса атағым балаларыма көмек болар деп ойладым. Сол қорқыныштан екеуінің де тегін Рымбаев деп ауыстырдым. Бірақ мектеп бітірген кезде Әли мама мен Оқапов боламын деді. Келістім, Мәди менің тегімде қалды. Себебі менің де тегім болу керек бұл өмірде. Мен қуаныштымын. Мәселе текте емес. Мәселе оның өміріндегі сәттіліктерге байланысты. Өмірде өз орындарын тапса екен деді Роза Қуанышқызы. Әнші бірнеше рет өзіне ұсыныс жасаған ер адамдармен көңіл қоспақшы да болған.
Алайда кездескен адамдармен араласа келе өзі ойлағаннан мүлде басқаша болып шыққанын жасырмайды. Кеше ғана достарыммен кездесім. Сол жердің өзінде достарым арқылы көңіл білдірген адамдар болды. Қазірге дейін маған ғашықпын деп сезімін білдіретіндер көп. Тасқын кеткеннен кейін 2 баланы жетілдірумен айналыстым. Оларды музыкасына алып бардым. Дайындықтарына қатысатынмын. Оның арасында сапарға барып тиын тебеніңді тауып келесің. Өз шығармашылығымды да ұмытпауға тырыстым. Содан осы 19 жылым зымырап өтіп кетіпті. Арасында маған кездескен адамдар болды. Бірақ тасқынмен салыстырып отырамын. Менің осындай ерекше көзқарасым бар. Ендігі адам тасқыннан асып түсу керек. Асып түспесе, онда ол менің адамым емес. Шын айтам, маған ғашық болғандар көп болды. Мен де 1-2 адамға қызықтым. Араласа келе менің адамым емес екенін түсіндім, қателескен екенмін. Ендігі арманым осы 2 ұлды азамат етіп орындарына қою. Қазір ешкімді іздемеймін, ондай жоспарым да жоқ. Қазір құрдастарыммен сөйлесе қалсам немерелерінің қызығынан басқа айтарлары жоқ. Өзімде сондай күнге ертерек жетсем екен дейді Роза Арынбаева. Үнемі жанды дауыста ән салатын Роза Қуанышқызы сұлулығын сақтап жүрген құпияларымен бөлісті. Сахнада жүргеніме 50 жыл болып жатыр. Кез келген өнер адамы косметологсыз елдің алдына шықпайды. Қазір заманның талабы мен мүмкіндігі зор. Айына 1-2 рет салонға барып, инемен дәрумендерді салдырып отырамыз. Әжімдермен осылай күресеміз. Ал ерінді дүрдету дегенге жоқпын. Бала күннен ерін осындай. Жасанды кірпікпен жүре алмаймын, әдемсің деп қоясыз, мен әдемі емеспін дейді Роза Арынбаева.